Ұлы дала халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген 7 жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол Кеңестік социалистік республикалар одағы заман еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен Кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық, құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. Бұл басты құжат ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалай отырып, мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. Бұл конституция президенттің позициясын күшейтті. Осы құжат қабылданған соң, президент тек қана мемлекеттің емес, елдің атқарушы билігінің бірыңғай жүйесінің басшысы болды. Конституцияға тағы бір жаңалық енгізілді. Бұдан былай, жергілікті өкілдік етуші және атқарушы органдар жергілікті мемлекеттік басқаруға қарайтын болды. Қабылданған осы бас құжаттың кейбір баптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Бұл конституцияны еліміз референдум арқылы қабылдап, мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңінің арасына алтын көпір салынды. Ата заңымызда адамдардың құқықтары мен бостандықтары, билік институттарын демократиялық жолмен қалыптастыру және дамыту, Қазақстанда азаматтық қоғам құру туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар бекітілді. Ата заң Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі, құқықтары қорғалып, мемлекетіміздің дамуы, діни мәселелер, этносаралық қарым-қатынастар үйлесіміне бұлжымас кепіл болды. Ата заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауы, мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев.